Жүрегі алып ұшып бара жатқанымен, сырт көзге сұп-суық ажар танытып, қысқы сарайдан сазарыңқы шыққан генерал-майор Игельстром қаланың Калинкин көпірі жақ шетінде тұратын қарындасының үйіне жеткенше құс боп ұшып кете жаздады. Құдай-ау, сенейін бе, сенбейін бе, дейді өзіне өзі. Күні кеше ғана шалғайдағы Польша жерін жаяу шаңдатып жүрген инфантерия генералы бүгін тұп-тұтас бір әкімшілік аймақтың наместнигі, генерал-губернатор. Жоқ, сабыр, барон Осип Андреевич, сабыр ете тұр. Әншейінде еш өзгеріссіз бір қалыпты өтіп жатқан бұйығы тірлігіңнің әр күні өзінің бар бітім болмысымен қаншалықты тұрпайы көрінсе, басыңа бақ қонған сәтте өмір шіркін өзгеріп сала береді екен ғой өзі. Барон Игельстром мынау жаңа тұрмысына жас кезіндегідей әлде қандай бір қызу құлшыныспен жалындаған жігермен кірісті де кетті. Күнде таңертең сағат 7-де сыртқы істер коллегиясының архив бөлім алдында сықиып кеп тұрғаны. Күнде кешкісін 4 ат шеккен жеңіл күймесімен қаланың шет жағында тұратын қарындасының үйіне қарай кетіп бара жатқаны. Күнде осы. Бірақ одан Уфа және Симбирск әкімшілік аймағына қатысты архив қағаздарының әлі мұрты да шағылатын емес. Оған қиналып жатқан Осип Андреевич те жоқ. Жә, дейді. Ондайда өзін-өзі қайрай түсіп. Бұдан әлде қайда қиын, бұдан әлде қайда қиямет шаруалардың басында отырғандар да жүр ғой өлмей. Кез келген сәтте кеудесіндегі басы аяғының астына түсуі мүмкін Яков Иванович әнеки портада. Жыл құрғатпай оба жайлайтын Тавридасына тағы аттанып кеткен князь Потемкин мынау. Тіпті императрицаның өзі таңғы сағат 5-тен тұрып қызметке кіріскеннен түннің бір уағына дейін бас көтерместен қағаз қарайды деседі. Бірдеңе ғып біз де бітірерміз. Тек уақытты барынша ұтымды пайдаланып, қайткенде де бойды босаңсытып алмау керек, беркіну керек. Уақыт жоқтығын сылтауратсаң, уағдадан таю да оп-оңай екен. Өткенде барон осындайдан опық жеп қала жаздағаны бар. Александр Андреевичпен келісімі бойынша келесі күні-ақ архив ақтаруға кірісіп кеткен. Қазір де сол архивтен қайтып келе жатқан беті осы. Сөйтіп қапылып жүргенінде, графқа жолыққан соң не болып не қойғанынан хабар бересіз деген өзінің қамқоршысы светлейший князь Григорий Андреевичтің тапсырмасы тарс есінен шығыпты да кетіпті. Ұялғаннан жерге кіріп кете жаздап, келесі күні генерал-фельдмаршалдың алдына әрең барды. Сақта Құдай деген светлейший князьдің қай жағынан шығып қаламын деп қипақтап, қателескен пендеңді кешіре көр деген тағы жалбарынып. Жан даусы жаратқанның құлағына жетті ме, әлде шапағатты князь шын қамқорлығына алған адамына кешірімді ме? Әйтеуір Григорий Андреевич оны кірбіңсіз қарсы алды. Өзі де сол күні келушілерге керім ықыласты екен. Кереғарыс маңдайы жарқырап, жалғыз көзі жұмсақ нұр шашып, опат болған соң оң көзін Қара жібектің жұмсақ тінінен термелеп тоқыған таңғышпен қиғаштай тартып тастапты. Тіпті күміс тозаңын сепкен жасанды шашына шейін кісіге сүп-сүйкімді көрініп, күлімсірей сөйлесіп отырды. Қазіргі сәттегі барша бітім болмысы, мынау сап-сарала фельдмаршал формасы да, анау көріктей кеудедегі керіліп жатқан көгілдір түсті Андреев лентасы да, омырауындағы ордендерінде от боп жанған жақұт тастар да, бәрі алдына келген адамға мейір шафқат төгіп, еріксіз баурап аларлық күйде екен. Келіңіз, барон мырза, келіңіз, деді кабинет төрінен күркірей дауыстап. Ал, қалай? Граф сізді жұртқа ваше высокопревосходительство дегізе алатын түрі бар ма, жоқ па? Өзіңіздің мейір шафғатыңыздың арқасында Уфа және Симбирск әкімшілік аймағының генерал-губернаторлығына ұсынбақ. Ваша светлость, деді барон барынша ұстамдылық көрсетуге тырысып. Соған байланысты сіздің шапағатты құзырыңызға рахметімді айтсам деп едім. Мархабат, мұныңызға барон мырза, мархабат. Князь әлденеге
кібіртіктеп қалып, көзін төмен салған күйі томсарып сәл отырды да, әлден уақытта басын баяу көтеріп, мұның бетінен бірдеңе іздегендей жалғыз көзімен тінте қарады. Сізге көптен көп рахмет, ваша светлость, деді осы сәтті пайдаланып қалмақ болған барон. Мынау қолайсыз үнсіздіктен князьді де, өзін де дереу құтқарып алғысы келіп. Кісіге жасаған жақсылық та, жамандық та жерде қалмау керек қой. Сіздің бұл қамқорлығыңызды ұрпағымның ұрпағына өсиет қып айтып кетермін деймін. Я, кісіге жасаған жақсылықтың да, жамандықтың да ешқашан ұмытылмайтынын бәріміз білеміз ау, Осип Андреевич, деді князь, кенет терезесі тең адамдардың әңгімелесі әуеніне көшіп. Я, білеміз, деді сонсоң тағы да даусын қатайтып алып. Бірақ оның бәрі барон кейінгі ұрпақ үшін жай сөз болып қалады да, олар бізді тек тындырған ісімізге қарап бағалайды ғой. Ұлы Россияға қандай еңбек сіңіргенімізге ғана қарайды олар. Онда жыл сайын обадан 10 мыңдай адам опат болып жатқанына қарамастан, Қырымнан өзіңіздің Тавридаңыздан табан аудармай қасиетті басыңызды қатерге тігіп жүргеніңізге де кейінгі ұрпақ ұмыта қоймас, ваша светлость. Білмеймін. Князьдің көкірегінен күрсініс аралас ащы өксік шыққандай болды. Кейінгі ұрпақ түгілі қазірдің өзінде қой терісінің қолаңсасы мен жылқы етінің жағымсыз иісі мүңкіген сол Қырым кімге керек? Күллі Россияда ақымақ Потемкин мен менің шешемнің төңірегінде ұйлыққан иттей үйіріліп жүрген тобырдан басқа ол жақты аузына алған адам көрсем, көзім шықсын, дейтіндер де бар көрінеді, барон. Осындай әңгіменің шет пұшпағын шалғайда жүрген Игельстромның да құлағы шалған. Бірақ жұрттың айтуына қарағанда сөздің түп төркіні его высочество ұлы князь Павел Петровичтен шығыпты дегенді естігендіктен, бұл арада барон үндемей қалуды мақұл көрді. Да, пусть говорят, деді кенет князь даусын қайтадан қатайтып креслосына шалқая бере. Токмо не разговоры, а едино дела наши остаются потомкам. Сондықтан тек қана іс тындыру керек, барон, іс. Бізді ұлы істер күтіп тұр. Сол үшін де күні ертең өзімнің Тавридама, Херсонға жүргелі отырмын. Ал сіздің мәселеңізге келсек, оны шешілді дей беріңіз. Ұлы мәртебелі патшайым анамыз бүгін болмаса, ертең указға қол қоймақ. Өйткені күні кеше күллі Россияда қаулай жаздаған қалың өрттің ошағы сіз барғалы отырған шалғайдағы шекара шептерінен шыққаны өзіңізге аян. Ал ондай қауіпті аймақты бір күнде қараусыз қалдыруға болмайтыны айтпасам да түсінікті шығар. Сондықтан шешіледі мәселе, тіпті тез шешілуге тиіс. Бірақ жол жүрер алдында өзіңізге ескертпей кетуіне болмайтын екі түрлі жағдай бар еді. Сізбен, ваше превосходительство, сол туралы ашық сөйлессем деп едім. Құзырыңызға құлдық, шапағатты князь. Сізді ынта ықыласыммен тыңдауға әзірмін. Осип Андреевич, сіз әскери адамсыз, деді князь кенет әлденеге әңгімені алыстан орағытып. Басқа, бірақ Потемкиннің мұндай мәймөңкені күтпеген барон бір түрлі ыңғайсызданып қалып, бір заматта қараса, Григорий Александровичтің жалғыз көзі қас қақпастан мұның жүзін бағып қалған екен. Я, әскери адам болғандықтан да сіз ұлы Россияның Қара теңізге шығу үшін қаншама қан төгіс шайқастарға барғанын мен айтпай-ақ білетін болуыңыз керек. Баяғы фельдмаршал Минихтің заманында сіз бен біз жаңа туып жатқанда князь күлімдей түсіп түсін суытып ала қойды. Даңқты орыс әскері Аузаулыны, Очаковты, Хотин мен Яссыны алып Қырым түбегінің өзіне екі рет басып кіргені есіңізде шығар. Күні кеше сіз бен біз араласқан арпалыс сірә белгілі ғой. Әлбетте, ваша светлость. Өзіңізге белгілі, соншама қан төгістерден кейін ақыры орыс мемлекетінің оңтүстігін сан рет ойрандаған Қырым татарларының тынымсыз шапқыншылығы бір жола тоқтатылып,
енді қара теңізге алаңсыз жол ашқан кезімізде қолға Құдайдың өзі әкеп беріп тұрған бақыттан айырылып қалсақ не болмақ? Ғафу етіңіз, ваша светлость, әзірге ондай қауіп жоқ секілді емес пе? Әлде? Я, әзірге көк желкеден төніп тұрған қауіп жоқ, деді князь сөзін нықтай түсіп. Бірақ есесі кеткен түрік янычарлары ертең де тыныш отыра бере ме? Қазірдің өзінде өлермендене жарақтанып жатқандарымен қоймай, төңірегіндегі жұрттарды да түртпектеп, Кавказдағы мұсылман халықтарды бізге қарсы қоздырғаны өз алдына, енді Орта Азия хандықтарымен де астыртын байланыс жасау әрекетіне көшіпті. Демек, әрідегі Орта Азия хандықтармен ауыз жаласпақ болып отырғанда, екі ортадағы біздің бодан жұрттарымыздың да пейілін бұзуға тырысуы әбден мүмкін. Айтпақшы, барон, өзіңіз білетін 1767 жылғы комиссия кезінде мен өждан және азаматтық құқық жөніндегі комиссияның мүшесі әрі ділі бөтен бодан жұрттардан келген депутаттардың мүддесін қорғаушы болғанмын. Қателеспесем, сондағы байқауым бойынша, мынау сіз бара жатқан шекара шептерінің бергі бетіндегі татар, башқұрт, мешер, черемистер мен Уралдың ар жағындағы қалың қырғыз қайсақтың ділі, дәстүрі, діні, тіпті тілдеріне дейін жақын жұрттар. Егер түріктер де сол ділі мен діні жақындығын тілге тиек етіп, олар күні кешеге дейін қырымдықтарды да солай айдап салып келді ғой. Өздерінің тіміскі әрекеттерін жүзеге асырып кетсе, Уралдың арғы бетіндегі қалың қырғыз қайсақ бұрынғыша шекара шептерінен мал айдап, адам байлап әкетуі өз алдына қатерлі соғыс қимылдарына шейін баруы ғажап емес. Ондай жағдайда бергі башқұрт старшындарының қайтадан бас көтермесіне кім кепіл? Сондықтан барон, барған жеріңізде сізден бірінші өтінерім өзіңіздің достыңыз, Фортадағы орыс елшісі Яков Иванович Булгаковпен байланысыңызды үзбей, осы мәселе жөнінде үнемі құлағдар болып отырсаңыз екен. Бұл өзіңізге сеніп тапсырылғалы отырған Уфа және Симбирск әкімшілік аймағының да, сол беттегі күлі шекара шептерінің де тыныштығын сақтау үшін аса қажет деп ұққаныңыз жөн. Сонда Қырымда жатқан біз де алды-артымызға бірдей алаңдап, екі оқты болып отырмас едік. Мынау Қара теңіз бен Азов беттегі шепте мен өзім Кавказдан Саратовқа дейін созылып жатқан ұлан-ғайыр аймақта біздің Павлуша, ал оған жалғас Уфа және Симбирск әкімшілік аймағында мына өзіңіз, ваше превосходительство, үшеуміз үш жерде тастабандап отырып алсақ, Россияның оңтүстік шекарасындағы шептер бір жола шегенделгендей болар еді. Честь имею, ваша светлость. Сіздің сеніміңізді ақтауды өзімнің арымның ісі деп білемін. Ықыласыңызға рахмет, Осип Андреевич, рахмет. Бірақ әлгінде айттым ғой, бұл мәселеге мүлде басқаша қарайтын адамдар да бар кезде, ойлағаныңның жүзеге аса қою оңай шаруа емес, естимісіз. Қой терісінің қолаңсасы мен жылқы етінің жағымсыз иісі мүңкіген Қырым. Деп князь кеңсірігімен мырс етті. Енді келіп, етек жеңімізді онсыз да жинай алмай жатқанда, қияндағы Қырымды Россияға қосамыз деп әлектенудің қажеті қанша? Тіпті шыққан шығынды да ақтамайды ғой сол, десетін көрінеді. Кімнің аузына қақпақ боларсың? Я, мейлі айта берсін. Бірақ ендігі жерде мен қой терісінің қолаңсасы мен жылқы етінің жағымсыз иісі мүңкіген сол Қырымды, өзімнің Тавридамды, ұлы Россияның да, жеке басымның да тағдырынан бөліп қарай алмақ емеспін. Рас, қазір шаңы аспанға шығып жатқан шығар. Рас, қазір кез келген аларманға, қарабақырға сатылып жатқан-ақ шығар. Бірақ сол ең тегін кең байтақ жер таяу жылдардың ішінде орыс мемлекетінің тыныштығын оңтүстік беттегі дұшпандарымыздан берік қорғап тұратын тас қамалға айналарына мен сенем. Оған күн өткен сайын құлпырып келе жатқан Херсон куә. Ондағы зеңбірек құятын алып өндірістің құрылысын былай қойғанда, Қара теңізді жағалай орналасқан мынау тып-тыныш айлақтардағы кеме жасайтын
верштер куә, тіпті болмаса түріктердің көзіне түрпідей тиіп тұрған қара теңіз флотилиясы да куә. Әлгіндей әңгімені барон ағылшындар мен алимандар, яки француздар мен австралиялықтар айтса, мен түсінем оларды. Қызғанғаннан айтады, Россиядан ұлылықты қызғанғаннан айтады олар. Бірақ орыс тағының мұрагері мен орыс сарайының саясат тізгінін ұстап отырған ұлықтардан шығар сөз бе ол? Бір басына атақ абыройы да, тіпті даңқ та жетіп артылатын айбарынан адам тітірегендей генерал-фельдмаршалдың қабағы қарс шабылып, әп-сәтте әлденеше жылға қартайып кеткендей көрінген. Бірақ князь бойын тез жиып алып, қайтадан шамырқана сөйледі. Мен бір жаңа істі қолға алсам болды, істейтіндері ылғи осы, өре түрегеледі бәрі. Тіпті орыс әскерінің киім-кешегі мен қару-жарағына енгізген өзгерістерімді алайықшы, мәселен. Я, екінші айтпағымның өзі осыған байланысты еді, барон. Құлағым сізде, ваша светлость. Өміріңіз әскерде өтіп келе жатқан адамсыз ғой, Осип Андреевич. Шыныңызды айтыңызшы, орыс әскерінің киім-кешегі мен қару-жарағына мен енгізген өзгерістер өзіңізге ұнай ма, жоқ па? Қалай десем екен? Бірден жауап бере алмай барон қипақтай бастап еді. Князь, қысылмаңыз, деді даусын барынша жұмсартып. Маған қалай десем екеніңіз емес, шын мәнінде қалай қарайтыныңыз керек. Ұнаса ұнады, ұнамаса ұнаған жоқ деңізші тек. Ваша светлость, деді барон бірден ағытылып кете алмай бір түрлі кібіртіктеп. Бұл әңгіменің өзі баяғы генерал Аншеф кезіңізде-ақ қарамағыңыздағы драгундардың қару-жарағы мен киім-кешегіне өзгеріс енгізгеніңізде біраз даушар туғызған. Несін жасырайын, біреулер мақтады, біреулерге мүлде ұнаған жоқ. Менің өз пікіріме келсем, әскери тәртіп бойынша шашын опалап жүрге тиіс солдат байғұстардың опа таппағандары басына ұн шашып, ол жартылай қамыр боп биленіп, ақыры әлгі бір барон бит деп айталмай қысылып, саусағының басын жыбырлатып едәуір қипақтап қалды. Я, әлгі бір жәндіктердің, деді сонсоң, пайда болуына қолайлы жағдай туғызатыны ұнамайтын. Сол шаш өсіру, айдар қою, оны күту, опалау деген пәлелерді құртқаныңыз дұрысақ болды деп ойлаймын. Солай, ваше превосходительство, Потемкиннің жалғыз көзі жалт-жұлт етіп шынымен қуанып қалды. Солдат деген ең алдымен солдат болу керек, Осип Андреевич. Төсегінен ұшып тұрды ма, тап-тұйнақтай болып сықиып қалсын. Әлбетте, әскери адам ретінде мен де солай ойлаймын, ваша светлость. Әсіресе шабуылға шыққан солдаттың санына ұрып, аяғына оралғы болатын ауыр семсерді мылтықтың ұшына орнатылатын істікпен ауыстырғаныңыз өте орынды болды. Тағы басқа толып жатқан артықшылықтары бар. Бұл өзгерістердің тек тезірек әскерге жаппай енгізілгені жөн болар еді. Енгізіледі, генерал. Енді сөз жоқ, енгізіледі. Мемлекеттік әскери коллегия президентінің бұйрығын орындамайтын кім? Қасқа да, жеңіл күртеше де, шалбар да, бәрі болады. Өткен 1783 жылдың 4 апрелінде указда бекітілген. Тек соған даярланып үлгермей жатырмыз. Бірақ үлгермей жатқанымызды желеу етпей-ақ, Уфа және Симбирск әкімшілік аймағының наместнигі, генерал-губернатор болғалы отырған мына сіздің өзіңіз, сол жақсы жаңалық деп таныған өзгерістеріңізді осы бастан қарамағыңыздағы әскерге енгізе берсеңіз, мені мықтап қуантып тастар едіңіз. Мемлекеттік әскери коллегия президентінің бұйрығын орындамайтын кім өзі? Бұл кезде біраз еті үйреніп қалған барон Игельстром әлгіндегі князьдің өз даусына салып әдейі көтеріңкілеу сөйлеген. Айналасындағылардың жүріс-тұрысы мен қимыл қозғалысын келтіріп қана қоймай, дауыстарын да айнытпай салып беретін Потемкин соншалықты мәз болады деп ойлаған жоқты. Григорий Александрович кенет орнынан атып тұрып, табиғатынан мол пішілген адамдарға тән кең пейілдікпен қарқылдап кеп күлді. Сөйтіп, өзінің тавридасына жол жүргелі отырған қамқоршысымен барон Игельстром бір шама түсініскендей болып қоштасқан.
Қазір қарап отырса, одан бері де бірталай уақыт өтіпті өзі. Бұл болса баяғы архивінен әне шығам, міне шығаммен әлі жүр. Алғашқы кезде әрі кетсе бір айда, тіпті бір-екі аптада қағып тастайтындай көрген мынау жұмысы тым ұзаққа созылып, сіңіріздіге айналып бара жатқан секілді ме қалай? Сарғайған парақтарға үңіле түскен сайын себеп пен салдардың сан түрлі ой туып, бір ойды бір ой қуалап, шет-шегіне жеткізер емес. Құдды артиллерияға жегіліп, әбден илектеліп қалған аттай, өзінің де бұған көндігіп болған сыңайы бар. Санкт-Петербургке сентябрьдің аяғында келіп еді. Мизан ұшқан мамыражай сол күндер әлде қашан артта қалып, енді сылбыр жауыны толассыз сібірлеген салқын күзде аяқталуға жақындапты. Міне, Балтық беттен бағана көтерілген қарасұр қою бұлттардан әне-міне қиыршақтап, қар қылаулап кеткелі тұр. 2,5 айдан бері 2-ақ рет шақырған Безбородко бірінде наместникке бекітілгенін, сол қызметке тағайындалуына байланысты шені де өсіріліп, генерал-поручик атағы қоса берілгенін айтып, қуанышқа кенелтіп жіберіп еді. Келесі жолы барғанында қатаңдау сөйлесті. «Мынау», деді шүңірейген қабан көзінің кірпігін қақпастан, әлдеқандай бір қалың пакетті қолын алып салмақтап отырған күйі. «Я, мынау, ваше высокопревосходительство, сіздің генерал-губернаторлық қызметіңіздегі ендігі ең басты шаруаңызға, шекара шептерінің қауіпсіздігіне байланысты қағаз. Өткенде айттым ғой, шептің бергі бетіндегі бодан жұрттарымыздың жай жағдайы қазір бір шама реттелген. Енді бүгінгі таңда бізге ең қажетті нәрсе осы қырғыз қайсақ істерінің шиеленген түйінін шешу болып отыр. Өйткені мына қағаздағы хабарларға қарағанда шекара шептерінде қайтадан шапқыншылық қабындаған сыңайы бар. Бұған нендей себеп түрткі болғанын мүлде түсіне алмай отырмыз. Сондықтан барон мүмкіндігінше мұқият зер салып қарауыңызды қатаң талап етемін. Я, бұл жөнінде тіпті жеке қағаз жазып берсеңіз өте жақсы болар еді. Бұл бір. Екіншіден, жаңа жылда жақындап қалды емес пе, барон мырза? Іспен танысып болсаңыз, өзі берген мәулетке дейін мазаламайтынын сездіргенмен, артында бәрібір батпан зіл жатқан граф осы арада тағы да бір байқатып өтті. Енді сол туралы өзіңіздің ой-пікірлеріңізді тезірек қорытып, таяу күндерде менің қолыма табыс етуге тырысқаныңыз жөн. Өйткені қызметіңізге кіріспес бұрын ұлы мәртебелі патшайым анамыздың алдиярлық аудиенциясына кіретініңізді де ұмытпағайсыз. Оған да уақытыңыз кетеді. Сонсоң асыл текті нұр сипатты анамыз өзін қырғыз қайсақтың да патшайымы Фелицамын деп жариялағаннан хабардар шығарсыз деймін. Генерал-поручик мырза, деді Осип Андреевич өзіне өзі. Уфа және Симбирск әкімшілік аймағының жұмысына қырғыз қайсақ істері келіп қосылса, артиллерияға жегілген жылқы атаулының неліктен тез жуасып қалатын енді ұғатын кезің келген шығар. Жеңіл күйменің жауын шайған терезесінен тағы да Безбородконың бұған сынай қараған көмескі кескіні елес бергендей. Я, бүгіннен бастап, дейді граф, қалың қабақтың астынан тесіреген шүңірек көзін мұның өңменінен өткізе қадап. Сіз өзіңізді Уфа және Симбирск әкімшілік аймағының бар билігін қолыма алдым деп есептеңіз. Сондықтан қазір-ақ Орынбордағы шекара істері әскери экспедициясының бастығы әрі сол қаланың оберкоменданты генерал-майор Яков Михайлович Зенбулатовқа хат жазып, жай жағдайды біле білгеніңіз дұрыс болар еді. Зенбулатовы кім? Қандай адам екен өзі? Дейді Осип Андреевич оберкоменданттың кескінің көз алдына елестетпек болып. Бірақ қаншама тырысқанмен одан ештеңе өндіре алмады. Я, деді сонсоң. Тек оқ дәрінің иісін өз мұрнымен иіскеп көрген адам болса жарар еді. Нәйеті, граф айтса айтқандай шынында хат жазып хабарласу керек екен. Кейде көрмеген білмей-ақ кісінің қарапайым сөз саптасынан қандай адам екенін аңғаруға болушы еді ғой. Сол күні кешкі асын ішіп болған соң барон Игельстром бастық боп барғалы отырған жерінің жай жағдайын білу үшін қазір не істеліп, не қойылып жатқанын баяндауды талап етіп,
Орынбордың оберкоменданты Зембулатовқа бірінші рет хат жазып жіберді. Содан бір хат екінші хатқа түрткі болды. Өзінің қамқоршысы Григорий Александровичтің анада айтқан бір тапсырмасын тағы да ұмытып кете жаздаған екен. Сол есіне түсіп, өзінің досы Портадағы орыс елшісі Яков Иванович Булгаковқа үшбу хат жазып қойды. Енді қалғаны Қырғыз Қайсақ даласымен қатынас туралы архивтегі материалдармен танысуын аяқтап, ой-пікірлерін қағазға түсіру ғана тұғын. Деп демін бірақ алды барон.